Сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәмі керемет болып шығатын өте жұмсақ карамельный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Пирогтың жасалу жолы өте оңай. Үй жағдайында жасап көріп, балаларыңызды қуантып қойыңыз. Ең алдымен ұнды електен өткізіп алып, үстіне қопсығыш саламыз. Татымына қарай қант салып, бөлме температурасындағы сары майды салып, қолымызбен крошка жасап аламыз. Жұмыртқаға шым-шым тұз салып, араластырып алып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп алып, салфановый пакетке салып, тоңазытқышта жарты сағат қалдыратын боламыз. Енді салмасына кірісетін боламыз. Қойылтылған сгущенкамен 20% қаймақты аламыз. Екеуін араластырып, үстіне 2 жұмыртқаны салып, жақсылап араластыратын боламыз. Осындай қоймалшың болады. Массамыз ол піскен кезде қататын болады. Енді қамырымызды шығарып, ұн себе отырып, жайып аламыз. Алдын ала пергамент қағазы төселінген формамызға осы қамырымызды жайғастыратын боламыз. Пісіретін духовкамызды алдын ала қыздырып қоямыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осы видео ұнаса, осы рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен осы видеоны бөлісіп отырыңыздар. Осылайынан жасап алдық, қолымызбен жайып, енді салмасын саламыз. Салмасын салып, 170 градуста 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Жан-жағын осылай қолымызбен басамыз. Қызып тұрған пеште жарты сағат пісіріп аламыз. Жасалу жолы өте оңай. Осылай біздің пирогымыз дайын болды. Алдын ала 2 сағат бөлме температурасында, 2 сағат, 3 сағат тоңазытқышта мұздатып аламыз. Ыстық күйінде кеспейміз. Мен сәл ертерек кесіп қойдым. Негізі түнге қалдырсаңыздар вообще күшті болады пирогтарымыз. Барлығыңызға ас болсын. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет.